Durs çıkartma. Kalır mısın? Ya durs. Otura başladı. Satayım alayım. Tamam. Жақсы. Төртінші есебіміз қалып тұр. Кім шығады? Сызбап келе ғой. Жылдам шығарғандар бар ма екен? Reisige Wälder waren es, ne? Das ist aber. Was hat der denn da jetzt? Ich muss was umschützen, das müssen ja so. Dann ruhig jetzt was? Was? Jetzt passen wir rein. Жылдамдатамыз балалар. Тақтадан бұрын келген балаларды жеке бағалаймыз. Алсыңдар мен осы жерде жайтыңды жайландырып алайық. Жоқ, сымақ қателестің. Тура осы есеп берілгені, бірақ осы берілген жері не болды? Бізге x-дің мәні жасалып тұр, ол қосылу арқылы. Ондай болса x қосылған 3, 63-ке 17-ні қосып ал. Тең. Қосу болмайды, сымбар, тең. Қайтып жазбайсың ғой сымбар. 63-ке 17-ні қосып аламыз. 63-ке 17-ні қосып аламыз. Тура осы есептің берілгені. X қосылған 3, 63-ке 17-ні қосқанда қандай шығады? Шықпайды. Ойлап. Тиімді тәсілмен есептеп жүрбеші. 80 тамаша. X қосылған 3 тең 80 дейсің. Келе ғой. Al балалар тексерейікші, сымардың есеп дұрыс шықты ма, қалай ойлайсыңдар? Қай жерінде қате көрді? Дұрыс, иә? Дұрыс шықты. Тамаша сымдар. Al балалар, ары
hareketler. Kitaplaşamız. Üçüncü misal. Tengdilер kıl және оларды шеш дейді. Бізде екісі теңдеу берілген. Теңдеулерді құрамыз және оларды шешеміз. Ондай болса біз былай қылайық балалар. Топтық жарыс қайсы болсын? Қағаз ақша тобы. Үшінші мысалдың А нұсқасын теңдеуді құрып шешеміз. Ал тиын тобы үшінші мысалдың Ә нұсқасын теңдеуді құрып өзімізден шешеміз. Ал кеттік ондай болса. Оқимыз. Оны А нұсқасын оқышы үшінші мысалдың. Belgisiz san biz altı sandanın kübüsünden arttı. Belgisiz san ve köktің көбейтіндісі 28-ге тең дейді. Дұрыс оқымадық қой, сен басқасын оқып тұрсың. Үшінші мысалға А нұсқасын. Белгісіз сан мен көктің көбейтіндісі 28-ге тең екен. Теңдеуді құрамыз өзімізден. Және жазып, есептеп шығарамыз. Айша, Ә нұсқасын оқи қойшы, үшінші мысалды. Белгісіз сан 45-тен есе кем. Тамаша. Я өзімізден орындаймыз дәптермен жұмысқа. Қалай жазылады екен бұл теңдеу, Айша? Айта қойшы. Сен айта қойшы. Азайту емес. Есе дейді. Тамаша, ондай болса. Дауыстап айтшы есебіңді. Айша, 45. 5 бөлінген емес. Абай, ол. Үшкен ұста. Екеуің де теңдеуді құрасыңдар, бірақ шешпегенсіңдер ғой. Абай, мен де құрамын. Екеуің де құрғасыңдар, өте дұрыс құрғасыңдар. Бірақ шешпегенсіңдер, теңдеуді толықтай шешеміз. Теңдеуді құрып, шешіп алайық. Айша, сен түсінбей отырсың сәтсің. Белгісіз сан 45-тен 5 есе кем дейді. Ондай болса біз x көбейту 5. Белгісіз сан деп тұр ғой. X көбейту 5. Тең 45 деп жазуымыз керек. Жазалым. Жылдам. Tamam. Апайларға көрсете қойдық дедіңдер. Bravo, қателесіпсің.
толықтай шығарамыз, Саша. Толық шығарамыз. 28, 7. Мына жерде. Қателеспіз. Сен де кішкене қателеспейсің, жақсы ойланамыз. Ау, түсіндің ба, өз қатеңді өзің жөндей алдың ба? Тамаша. Жарайсың. Қалғандарымыз ше, балалар? Апай төрт шығара берейік па? Жоқ, асықпа, кішкене күтейік. Балалардың бәрі толықтай болсын. Өзің ойланып көрші, басына жөндеп шығарып көрші. Бұдан соң сен шығара аласың. Жөндеп өзің алып келсең болады, қателігін түсінсең, басына шығарып келсең болады. Жылдан балалар. Апай өлмеш шығарып. Тамаша. Апай. Ау. Қатені жөндедің ба? Онда түсе жүрсең, асып шығар. Ал ондай болса, қағаз ақша тобында дұрыс есепті дұрыс шығарғанда санайық. Қай топтың жеңгенін көреміз. Тамаша. Мына жерде қатем бар екен, әнеле сенікі дұрыс емес. Әне? Отыра ғой, қате шығарыпсың. Тамашалмасын. Ал барлығымыз болған болса. Апай болсын. Келе оң. Отыра ғой. Сен тексер. Жоқ, енді шығарамыз 4-ші мысалға.